Күздің салқын желі Алматы көшелерін баяу шолып жүр. Жапырақтар сарғайып, әр қадамда сыбдырлап жерге түсіп жатыр. Арман 22 жастағы университет студенті. Философия факультетінде оқиды. Ол осы күндері көп ойланып, біртүрлі ішкі мазасыздық сезетін болды. Әлемде бір нәрсе жетіспейтін сияқты, қарапайым өмір, күнделікті сабақ, телефон, әлеуметтік желі, бәрі бір сарынмен өтіп жатыр. Сол күні ол университеттен шығып, бұрын соңды бармаған бір ескі көше бойымен келе жатты. Аяқ астынан көзінің қиығымен бір көне дүкенді байқады. Қарапайым емес, төбесінде көне қаріптермен уақыттың сырлары деген жазу тұр екен. Терезесінде әртүрлі ескі сағаттар, шегесінен айрылып тоза бастаған карталар және белгісіз тастар тұрған. Дүкеннің өзі сыртынан өте қарапайым көрінгенімен, ішінен бір тылсым шақырып тұрғандай болды. Кіріп көрсем бе екен, деді Арман өз-өзіне күбірлеп. Бір сәт ойланып тұрып қалды. Бірақ қызығушылығы женіп, есікті ақырын ғана ашты. Шыңғырлаған қоңырау үнінен кейін дүкен іші жым-жырт күйгенді. Ішке кіргенде ауа тымық, сәл шаң басқан, бірақ біртүрлі жағымды иіс таралып тұр. Қабырғалар толы сағаттар, үстелде ескі қолжазбалар мен шынайы былғарылдан жасалған кітаптар үйіліп жатыр. Сенің іздегенің осы болуы мүмкін, деген жұмсақ дауыс естілді кенет. Арман жалт қарап еді, бұрыштағы биік үстелдің ар жағында отырған қарт кісіні байқады. Шашы әппақ, ұзын мұртты, көзілдірігінің ар жағынан көзі тік қарап тұр. Не жайлы айтып тұрсыз? Деп Арман жақындай түсті. Қарт үстелдің тартпасынан бір ескі қарапайым қалта сағатын шығарып, оның алдына қойды. Мұнаны байқап көр. Бұл жай сағат емес. Ол сені басқа жаққа апара алады. Қалай сонда? Уақыт машинасы ма? Қарт жай ғана жымиды. Уақыт кейде темірмен де, технологиямен де, сеніммен жүреді. Бірақ саған ол туралы бәрін айтуға болмайды. Тек осы сағаттың иесі болуға дайын болсаң, болды, ал қалғаны өзі келеді. Арман сағатқа қарады. Ол ерекше көрінбейді. Алтын түсті, сыртында көне өрнектер бар, бірақ сағат тілдері біртүрлі. Екеуі де бір бағытта емес, әртүрлі жылжиды. Сағаттың ар жағында бір жазу бар екенін байқады, бірақ шаң басқан. Қанша тұрады? Бағасы сенің таңдауың, бірақ есіңде болсын. Уақытпен ойнауға болмайды. Арман сағатты сатып алып, дүкеннен шықты. Есікті жауып, артына қараса, дүкен жоқ. Орында тек бос қабырға, уақыттың сырлары деген жазу да жоқ. Терезе де жоқ. Ол тұрып қалды. Біртүрлі сезім ішін тырнап барады. Мен қайда кірдім? Бұл не дүкен болды өзі? Арман қалта сағатынан қайта шығарып, артқы бетін сүртіп қарады. Жазу көрінді. Уақыттың есігі ашылар, егер сен дайын болсаң. Ол ішінен, мен дайынмын ба? Деді күбірледі. Сағаттың тетігі сәл қозғалса, ішінен бәсең жарық жылтырап шықты. Арман үйіне асығыс қайтты. Сағаты қалтасында, жүрегі кеудесін жарып жібере жаздап соғуда. Ол дүкеннің жоғалып кеткенін әлі де түсіне алар емес. Мүмкін көзіме елестеген шығар деп те ойлады. Бірақ қалтасындағы сағаттың салмағы, қолына алғандағы салқын металл, бәрі бір оқиғаның шын екенін дәлелдеп тұр. Пәтерге кіре сала есікті жауып, жарықты жақты. Бөлменің тыныштығында сағаттың тықылдаған дауысы анық естіліп тұр. Тық, 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 тық. Арман сағат үстелге қойды. Біртүрлі тартылыс бар еді. Сағаттан көз алмай қарап отырды. Сәлден соң ол арнайы үлкен лупасын алып, артқы беттегі жазуды мұқият қарап шықты. Шаңды мата арқылы сүртіп еді, жазу анық көрінді. Уақыттың есігі ашылар, егер сен дайын болсаң. Дайын болсам ба? Қалай дайын болам? Бұл ойын ба? Әлде сынақ па? Деді Арман ойға шомып. Сағаттың жиегін айналдыра тексере отырып, бір кішкентай тесікті байқады. Тетік кәдімгі орау бұрандысы сияқты емес, сағаттың корпусына жасырынғандай орналасқан. Қызығушылығы жеңіп, тетікке ақырын басып көрді. Тырс! Сағаттың ішінен әлсіз шу шықты. Айналасын жұмсақ көкшіл жарық шырпыды. Сағат тәлдері кенеттен тез айнала бастады.
Не болып жатыр? Арман сағатты қолына ала бергенде бөлмедегі барлық зат бұлдырап кетті. Уақыт тоқтап қалғандай әсер берді. Дыбыс жоғалды. Бар болғаны сағаттың соғысы ғана естіліп тұр. Тық, 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 тық. Кенеттен көзі қарауытып, айналасы күңгірт түске боялды. Көзін ашқанда Арман өзін мүлде басқа жерге тапты. Теп-тегіс дала, кең көкжиек, көне киіз үйлердің көрінісі алыстан көрінді. Ат үстіндегі адамдар, айбынды жауынгерлер, қолында садақ пен қылыш, ауада жылқы терінің және оттың иісі сезіледі. Арман басын шайқап, "Мен қайдамын?" деді есеңгіреген күйде. Осы сәтте қасына бір жас жігіт келді. Ол үстіне теріден жасалған сауыт киіп алған. "Ей, сен кімсің? Неғып жүрсің мұнда? Киімің де біртүрлі екен", деді ол күдікпен. Арман жан-жағына қарады. Ол шамамен 15 ғасырда қазақ хандығының алғашқы дәуіріне түсіп кеткенін түсінді. Сағат алақанында баяу тықылдап тұр. Сағат тілдері қайтадан баяу айнала бастаған. Бір нәрсе анық еді. Бұл жай әшейін көне сағат емес, бұл уақыт қақпасының кілті. Арман есеңгіреп тұр. Көз алдындағы көрініс кітаптан ғана оқығандай. Кең дала, көне киіз үйлер, атпен шауып жүрген батырлар. Аяқ астындағы топыраққа қарады. Тастар да, шөптер де өзгеше. Аспанда ешқандай ұшақ та жоқ. Тек көне заманның табиғи әсемдігі. Қасына келген жас жігіт: "Сен кімсің ей? Киімің де бөтен, сөзің де тыңсық, қай рудансың?" деп сұрады. Арман біраз ойланып қалды. Мұндай жағдайға ешқашан тап болмаған. Мен сағатшының шәкіртімін. Алыс жақтан келдім, деп амалсыздан ойлап тапқан жауабын берді. "Сағаттармен жұмыс істеймін." Жігіт қасын көтеріп қызыққандай қарады. "Сағатшы дейсің бе? Ондайды естімеппін. Кел ордаға барайық. Ханның өзінің белгісі болар." Арман амал жоқ еріп жүрді. Сағатты қалтасына терең салып қойды. Олар үлкен ордаға келді. Күн төбеде тұрған кез, киіз үйлер тігілген үлкен алаңқай, айналада жауынгерлер мен ақсақалдар жүр. Орталықтағы алтын өрнектелген киіз үйлер алдында жеткенде екі жауынгер жолын бөгеді. "Бұл кім?" деп сұрады сақал мұрты қалың күзетші. Ол сағатшының шәкірті екенін айтты. Біртүрлі киіммен көрінді. "Хан өзі көрсе деп әкелдім." Күзетшілер рұқсат берді. Киіз үйдің ішіне кіргенде ауа қымыздың және ыстық еттің иісін толтырып тұр. Төрде хан керей отыр екен. Еңселі, нұрлы жүзді, салмақты адам. Қасында Жәнібек сұлтан және бірнеше би болды. Хан көзімен Арманды шолып шықты. "Кімсің жігітім? Қайдан келдің?" деп жұмсақ жауаппен, бірақ талаппен сұрады. Арман ішінде не деймін деп ойланып алға шықты. "Ұлы мәртебелі хан ием, мен алыстан сағатшылар елінен келдім. Мен бұл уақыт құралдарын жасаймын. Амандық сұрап, білім іздеп шықтым." Керей хан қызығушылығымен басын изеді. "Уақыт құралдары дейсің бе? Қалайша уақытпен ойнайсың?" "Мен тек оны көрсетемін, басқара алмаймын. Бірақ сіздің де заманыңыздың уақыты дұрыс ағып тұрғанын білгенім жөн." Хан күліп жіберді. "Батырлығы жоқ, бірақ сөз тапқыр екенсің. Жарайды, бізбен бірге біраз жүр. Бәлкім сенің білімің біздің пайдамызға жарар." Арман иіліп тағзым етті. Осылайша хан ордасында қалды. Бірақ оның басты мақсаты қайтадан өз заманына оралу еді. Достар, оқиғаның жалғасы бар. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Оқиғаның жалғасы шыққанын қаласаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер.